Ой, рахмет. Манасқа жерді алдына әлі айттым сендерге, көп созбай жақын аталға. Енді Манасмен. Ал бір ауыз айтып берейін, мына менің жақсы көретін. Манастың жақсы көрмейтін жері ең алғаш Манас батырдың Көкөтай ханның астына келіп қалмақ қырғыздарды қысып тұр екен. Көкөтай ханға ас бергенде Мәнекер деген жүйрік аты бар екен қырғыздың. Сол атты Манас болмағаннан кейін Мәнжұлап қысады. Мәнекердің үстіне жалаңаш алтын артыңар, азырнаға тартыңар. Айтқаныма көнбесе қиын болады тартыңар деп айтты. Дегеніме көн бұлт деген қырғыздың қорлығы аты. Айтқа дегеніме көн бұлт, Мәнекерді бер бұлт. Дегеніме көнбесең, Мәнекерді бермесең, андай мұндай демеймін, тартқан етін жемеймін, кішін біші демеймін, кішмішінді жемеймін деп айтты. Жердің астына тығып жіберемін деп айтты. Қақаншыны қарыпшысын байланып, қақаншыны айланып қалдайынер мал екен. Беренжі тонын жамылып, бейжінді бес шоң айланып, беренерінер мал екен деп айтты анау атты. Сонан кейін оқуын сасып тұрған уақытта Манасқа хабар салды, Қошай дейді. Ер болса Манас келсін де, көзіменен көрсін де, қалай манды салсын де, халқым десе қырғызды Қарақытай Манжудан ажыратып алсын деп айтты. Сонан Манастың батырдың келіп, қалмақ Қытайды тәртіпке салып тұрған бір ауыз жері. Ей қызылғия кезеңден қымбат Манас қымбайып көрініп қалған кез екен. Қинауны көріп қырғыздар бөлініп қалған кез екен. Ашып шашып атына жүгіріп қалған кез екен. Қаражаннан ошондо түңіліп қалған кез екен. Қарақытай Манжуға қаматып қойған кез екен. Көкөтайдың кемеге қинаған қара қалмаққа талатып қойған кез екен. Қарақытай Манжуға сабатып қойған кез екен. Қаражаннан ошондо түңіліп қалған кез екен. Ер Манаста шу тартып қырық чора келіп барғанда Абан Қошой ордунан турлағанын қарачы. Арыстан Манас барғанда атасын көрген баладай ыйлағанын қарачы. Қаным Манас қана деп шашқан жерін қарачы. Қарақытай көп Манжу келін болып тырқырап ошап ашқан жерін қарачы. Қабыдан Манас келді деп қырғыз жұрты сүйіліп шайғолдығын олуяп Абан Қошой қария Қошой кептен қотырып қоймай айтқан тоқталып қайраным Манас қабылан көрдің бі еңке кеште чебекен қалмақтың қалқы көп екен бұлғынған жол ойған ұрай бұланы бұлап алат бейін бұзықты бізге салат бейін Хақаншының қалқы бар қарду қалша қарқы бар қатылышқан адамның қанын ішкен салты бар қолыным хан Манас тәшкенен көшіп опырап боқ мұрын малын айдады аш берем деп атаға азапқа жаман байланды шамасы шылбыр шашты қалмақтар шамасы келсе бізбенен шабыша тұрған чарқы бар Көкөтайдың тойы деп ашқа келген екенбіз жатақ болсы қалушы башқа келген екенбіз енші үйін қалмаққа бергені келген екенбіз таланып Қарақытайға өлгені келген екенбіз көріне мұна құлжанды көмгені келген екенбіз сақалым удай ағында шын-машынның қалқы бар қарды қалша қарқы бар албан тұрды ері бар атасының кегі бар айласы келсе бізбенен алыша тұрған жері бар бекітіп қойған белі бар бейбай салып бұлашта бет алышар дел жері бар дегеніне көнелі Мәнекер тарту берелі атменен алдап салалып амалым ментіп табалым мұны Манастың қар чайғып бетіне чары чайғып көзіне Қошойға айтып қалғаны асыл өмірің алып қалған екенсің Қарақытай қыштаса чалғып қалған екенсің қуат кетіп бойыңнан болмай қалған екенсің өкімді қылсағым қалмақ өрдешке жатыр чағым жоқ өкілді сөзім ұтай өлімден аяр жаным жоқ қалмаққа тартар малым жоқ Мәнекер берер чағым жоқ үрпеңдеп қалмақ тарынып Мәнекер алса бүгінді көруші күннің не болып қырыңа шықса түбіңді ертеңгі күні есіріп
аққұла қошы албайбы, нарқы күн бармайса, кер қабылдан күрлікке, суығы құрық салбайбы, жана қалмақ тарынса, жана салып күрлікті, жана сұрап албайбы, шал құйрықтай күрлікті, күшесі қалмақ күленіп, күлікті көбіп албайбы, қадырлы қошой алабыз, көпшөйіп жөу қалбайбы, анам білгенің оңыр қылбайбы, жөулетіп жүріп қырбайбы, қайнап жатқан көп қытай төріңе құдық қазбайбы. Төрттілігін шашпайбың, күрделігі үшін барында, күлігім қантып берейін, өшіп тұрған қалмаққа, үрпеңді өшіп көрейін, тұйғым башым барында, тұлпарым қантып берейін, туға зордық іш қылса, тұтамдашып көрейін, азап салса қалмақты, алтай қайда сүрейін, атаңның көрі жолойдың, құйқасын еме тілейін, арғал екен арамдар, ал бұрышып көрейін, қамауда қалған қалы үшін, қантып жаным аяйын, соның көрсі соғышты, сол тақырып салайын, өкімдік қылса бұл қалмақ, өмірді құрып салайын, қонаққа келдің қойдың деп жылы сөз айтып алайын, айтпады бір жол дересін, өз алдына өзім барайын, жүйе сөзге көнбесі, ошо талқалашып қалайын, деп өшеңді бер манас, бүгін тұман көзденіп, майлаған бұлай жүзденіп, зары жүзден төгіліп, көрер болсаң көк жалың, көк жол орыстай чамынып, жол жорағын қамынып, қайнап жатқан қытайдың тақ ортасын қақ жарып, жолой менен нес қара, жобалыңды бұларға, аттың аузын бұр демей, аралап бар бер манас, ал екеуінің жанында қарарып тұр демей. Анда манас кеп айтқандан кеп айтат, чоғылғаның қалың жұрт, қан көкөтой аш екен, башы жоқ қырғыз ел емес, қария қошай баш екен, күшіңді қойып ашын же қалмақ, ақсақал болсаң сый көріп, алдында қойдың башын же қалмақ, күркілдесең болбосаң, өлмеген жерде қалышам, бұқылдап құрай бышқыча, мизанның күні ұчқыча, мықтап алтай салышам, башы жоқ қырғыз ел емес, қорықтар қалмақ сен емес, қорқар қырғыз мен емес, чабышы дұшман сен емес, чаптыршы қырғыз мен емес, алушы дұшман сен емес, алдыршы манас мен емес, кеше үкіршіңнің ойында, үш қақпақтың ойында, өзің тиген күніңді, үкірдің айдап алғанын жолай, бұнда қолыңды сенің келді бе жолай, сен емейіне кеші болдың ба, ермейіп атқан міндің бе, шақыртып келдім машыма, чабылды ойдың башыма, қонақ қылдым тойыма, қордық салдың ойыма, қоңырбай қалша зорым бар жолай, қармашта мықтап қылады, қағыша тұрған қаншаң бар жолай, жеріңден жетіп қол алып, желігіп қалған екенсің, емет шығарам жеріңді, суытамын деміңді, көріне жүрген көселдір, чұрқыратпа елімді жолай.